Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын өгілмелі печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттердің барлығын описанияда толық қалдыратын боламын. Ең біріншіден майға жұмыртқамызды саламыз, жақсылап тұрып екеуін араластырып аламыз. Майды барынша езіп алдым. Енді қант ұнтағын салып, тағы да жақсылап бір келкі болғанша екеуін араластырамыз. Жақсылап араластырып алдым. Келесі кезекте ұн және де ванильный сахар және қопсытқышты салып, жақсылап тұрып араластырып алып, қамыр илейміз. Бастапқыда осылай вилкамен жақсылап араластырып аламын. Кейін қамыр қоюланып, жаңағы қолға жабыспайды деген уақытта қолмен илейтін боламын. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болды. Енді осылай қолмен жақсылап тұрып қамырды илеймін. Қамырды илеп болдым. Қамырдың жұмсақтығы дәл осылай болып шығады. Оны мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін өзіңіздің қалауыңызша ыңғайыңызға қарай бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Мен мұнда 4 бөлікке бөліп алдым. Әр қайсысын жеке-жеке жайып, арнайы формаларды басып, форма жасап шықтым. Қамырды қатты жұқа қылып жаймаймыз. Қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Одан кейін мен осындай арнайы формалармен кесіп шығатын боламын. Ал сіздер осындай формамен кессеңіздер де болады, немесе жай ғана басқандай бір формалар өздеріңіз жасасаңыздар болады. Менде осындай формалар 4 түрлі. Печеньенің барлығын осылай кесіп дайындап алдым. Оларды пергамент қағазына орналастырып, алдын ала қызып тұрған 180-200 градус аралықтағы пеште 20 минут пісіріп аламыз. Дайын болған печеньеміздің барлығын осындай ерітілген шоколадпен әсемдейміз. Достар, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген жақсы рецепттермен, жақсы видеолармен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.